Ассалаумағалейкум достар. Өткен видеода Walmart туралы кішігірім ақпарат бердім. Және де ол үшін рабочий кабинет мои заказыға кіресіздер. Дәл осындай вкладка ашылады. Статусқа именно подтвержден дегенге поиск басасыздар. Және төмен қарай міне толып тұр ұтып алған заттар. Ұтып алған заттарда осындай қасында птичка қойылатын доступное место болады, орын болады. Солардың барлығын қаптатпай бір 30 шақты, 50 шақты доллар болмай, ішіндегі өзіңіз білесіз ғой, мысалы канатканы нешемен салдыңыз? 149 мен салған болса, 149 мен доп 149 спецификасын барлығы бірлерді осындай біріктіріп, галочка қойып, мына енді стеллаждар 414-тен кетеді. Астыға түсесіздер. Доп, тағы да доп бар, волейбольный сетка, баскетбольный сетка, барлығын бірі біріктіріп, создать договор батырмасын басасыздар. Бұндағы мәселе поставщик, ұтып алған поставщик бір поставщик болу керек. Әр түрлі ұтып алған поставщик болса, онда договор создавать етілмейді. Және спецификасы бірдей болу керек. Мысалы, біреуі 419, біреуі 414, біреуі 149 болмауы керек. Барлығы 149 болғаннан кейін создать договор батырмасын басып, кәдімгідей договор жібересіздер. Және сонымен қатар кейбір поставщиктер менде мынандай ссылка бар, ссылкамен жіберіңіздер деп айтады. Брусия, турник, толып жатыр, теннисный ракетка. Осы ссылкамен ашасыздар. Ракетка деп тұр. Мен қазір Walmartке кірген жоқпын. Дәл оң жағында войти батырмасын басып, Walmartпен кіріп, дәл осыны оформить етесіздер. Мен өткен видеода корона регистраторды поиск товар деп көрсеткен болатынмын. Ол яғни поиск магазин бойынша, ал мынау ссылка бойынша. Назарларыңызға рахмет. Қолдау білдіріп, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар, достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Кішкене ғана пайдам деген болса, нұр үстіне нұр, қуаныштымын.